Айгүлдің көңіл-күйі қалай екен? Айгүл, сізге жиі келетін пікір? Жиі келетін пікір, мынау неге көп күле береді, тыңдамай, тыныш отырмайын, балаларға қарамайын ма деген сияқты пікірлер көп көремін. Оған қалай қарайсыз? Былай қараймын. Адам күліп ойнап жүрсе, оған да мына неге арбындай береді. Ал бүйтіп қабағын түйіп отырсам, мына неге бір өмірде тығылып қалған ба? Бұл өмірде адамға ешқандай қауіпіне жақпайсың. Идеально болсаң да, идеально болмасаң да. Әділет, неге қашып жатсыз? Тойдасыздың. Мына жақта отырғаныңыз. Менде бүгін мынандай сұрақ. Халық арасында мынандай бір пікір бар. Жігіттер тек қана бір-ақ рет шынайы ғашық болады деп. Соған сіз сенесіз бе? Спасибо. Сіз бір-ақ рет ғашық болып қойдыңыз ба? Мүмкін. Ендігі Идеально болсаң да, идеально болмасаң да. Сол үшін осындай міне. Ал белгісіз жаннан хабар бар ма? Бар. Өзіңіз кім деп ойлайсыз? Тұрғаны бар дейтін бұта. Сыйлықтарын келмесе де ала бересіз бе, әлде жоқ келгенше аласыз? Ала береді. Дәулет беріп отыр, артына отыр ғой, жымың. Мен емес. Мен беретін болсам бір ғашық беремін. Өйтіп андай не. Бәрі әйтеуір ғашық. Болашақ келіншегіңізді демек сіз қатты ғашық болмай аласыз. Енді сіз Соған ұқсайтын да. Сан сол адам қайтып барады. Ол адам демек әлі басы бос па? Пока жоқ. Басы бос па дегенде. Жүрегі бос па жүректе? Енді тұрмысқа шықпаған ба дегенім ғой. Білмеймін. Не деген жұмбақтық мынау? Енді қалай мен бұл сәтті уверен айта аламын. Қашық болды. Одан кейін соған ұқсас адам іздейді, болмаса өзіне бір жайлы адам іздейді. Сіз қандай адамды іздеп жүрсіз? Өзіме жайлы адам іздеймін. Демек сіз қатты ғашық болып қойдыңыз, Иә, қатты ғашық болып қойдым. Екінші рет ғашық болуға болады, бірақ үйленгеннен кейін ғашық боласың. Оған дейін соған ұқсас бір жайлылығына ғана бұл қызығып, солай болатын сияқты. Негізі ғашық болады жігіт адам. солай екен. Нұрайдың қасында, Нұрай сіздің қасыңызда не істеп отыр деген сұрақты бүгін еститін сияқты. Бүкіл халық бұл кісіге жаман комментарий жазыпты, соны айтып жатыр маған. Жұбаттыңыз.